Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін вет теоремасына тоқталайық. Вет теоремасында дейді, егер x1 мен x2 жауаптары ғой мынау, x квадрат плюс px плюс q тең 0 теңдеуінің түбірлері болса, x қосу px қосу q тең 0-дің түбірлері болса, x1 мен x2. Онда x1 қосу x2 тең минус p-ға тең болады. x1 көбейту x2 тең q-ға тең болады. Енді айырмашылықты қарайық. Егер бұл ылғи осындай жағдайда кездеспейді ғой. Мына жерде квадрат бар, е? Енді қара, x квадрат минус px плюс q болса тең 0. Онда x1 мен x2-ның қосындысы не болады? Плюс p болады. Өйткені мына жерде өзінің минусы бар, және мына жердегі минус бар. Сол кезде мына минус p мен 2 минус нені беркетеді? Плюсті беркетеді, плюс p болады. P-ға тең болады. x1 көбейту x2 q-дың өзіне тең болады. Өйткені формуладағыдай солай q, мұнда да q. Егер бұлай болса, x квадрат минус px минус q тең 0 болса, онда x1 қосу x2-міз солай p-ға тең болады. Өйткені мына жерде минус. Ал x1 көбейту x2-міз минус q-ға тең болады. Өйткені формулада плюс q болғанда q-ға тең болса, ал минус q болғанда минус q-ға тең болады. Ал төртіншісі x квадрат плюс px минус q тең 0 болса, x1 қосу x2 минус p болады. x1 көбейту x2 минус q болады. Мұнда минус p алғашқы формула бойынша, ал мұнда минус q, өйткені формулада ең алғашқыда плюс q-да ол плюс q-ға тең, ал минус q-да ол минус q-ға тең. Енді осыған мысалдар келтірейік. Енді мұнда біріншісін қарайық. Біріншісінде минус 6. Онда x1 қосу x2-міз p-ға тең болады. Өйткені формулада плюс на жерде берілгенде. Ал x1 қосу x2-де минус. 2 минус плюсті береді. x1 көбейту x2, онда ол кәдімгі q-ға тең болады. P-міз ол 6-ға тең болады. Q-міз ол 9-ға тең болады. Сол кезде 3 қосу 3 ол 6, 3 көбейту 3 ол 9. Сол кезде x1 тең x2 тең 3 деген сөз. Ал бұл мұнаныкі кеткен. Енді мұна әнікін көрейік. x1 қосу x2 ол минус 4. Өйткені формула бойынша барлығы плюс. x1 көбейту x2 4 кетен. Енді қарайық. Мұнда минус 2 плюс минус 2-міз ол нені береді? Минус 4-ті береді. Ал минус 2 көбейту минус 2-міз нені береді? 4-ті береді, шығып тұр ма? Сол кезде жауабы x1 тең x2 тең минус 2 болады. Енді b-ны қарайық. Мұна b-ны қарасақ, формула бойында барлығы плюс қойғанда өзгешілік болады. Мына жерде x1 қосу x2 формулада минус p, мұнда плюс болады, 1 болады. x2 1 плюс кетті. Енді x1 көбейту x2 ол минус 2 тең болады. Енді қарайық. 2 минус 1 тең 1-ге тең, 2 көбейту минус 1 ол минус 2-ге тең. Жауабы
сол кезде мына b-нікі x біріміз 2-ге тең, x 2-міз минус 1-ге тең. Осы жауап болады. Енді мына v-ға қарасақ, формула бойынша алғашқыда плюс болса, плюсті минус x1 плюс x2 тең минус 2 болады. x1 көбейту x2 ол минус 3 болады. Өйткені формулада плюс q ғой. Мұнда жай q болады. Ал минус q болса, мына жерде минус q-ға тең болады. Ал сол кезде минус 3 плюс 1 ол минус 2-ге тең. Минус 3 көбейту 1 ол минус 3-ге тең. Жауабы сол кезде x біріміз минус 3. Ал x 2-міз ол 1-ге тең. Егер мынандай жағдай болып жатса, алдында 2x квадрат плюс 8x плюс 8 тең 0 деп тұрса, біз мынаны бірден x1, x2 деп қосу деп шеше алмаймыз. Мына формула басқа. Ал бізде Виет теоремасы міне мына формула болу керек. Ал мұнда бізде не бөгет жасап тұр? Мына 2. Ол 2-ден құтылу үшін біз не істейміз? Барлығын 2-ге бөліп жібереміз. Біз мына 2-ден құтыламыз. Енді ол 2-ден құтылу үшін мына 2-ні мына 2-ге бөлдік. X квадрат. Бұл біреуін ғана бөлмейміз, жеке-жеке бөлеміз. Мына 2-ге бөлеміз 8-ді, 4x болады. Плюс мына 8-ді 2-ге бөлеміз. 8-ді 2 бөлсе 4 болады, тең 0. Одан кейін бұлай шешуге болады. x1 қосу x2, x1 көбейту x2. Мынау мысалы p-ға тең, мынау q-ға тең деп. Мына түрде біз шеше алмаймыз.